Ең бірінші Google браузерге Jigsaw Planet Puzzle деп жазып аламыз. Осы жерден мына списоктың ішінен тауып таңдаймыз. Таңдағаннан кейін осы жерден көк белгісі бар Free Online Jigsaw Puzzles деген таңдаймыз. Сіздер осы жерден өздеріңіздің почталарыңызбен тіркелесіздер. Мен тіркеліп қойғандықтан бұл жерде бірден ашылып тұр. Тіркелген уақытта аты жөніңізді кіші әріптермен жазуды ұмытпаңыз. Осылай болу керек. Енді осы жоғарыдағылардың ішінен создать дегенді басамыз. Осындай бет ашылады. Осы жерден изображение деген жердегі белгіні басып, өзіміздің дайындап қойған суретімізді таңдаймыз. Мысалы, бізде бүгін ғарыш тақырыбы болатын болса, мен осы суретті қоямын және оның қанша бөлікке бөлу керектігін мына шкалалар арқылы анықтаймын. Яғни маған 6 деген жетеді. Мысалы, мына жерде 48 деп тұр. Ең аз 6-ға қоямын. Содан кейін барып ең астындағы создайтты басамын. Суретті пазлға салып дайындап берді. Осы жерден балалар осылай пазлдағы суреттерді құрастырады. Құрастырып болғаннан кейін бұл жаңа тақырыпта ашатын сурет болғандықтан балалар сол суретке қарай отырып жаңа сабақтың тақырыбын анықтайды. Пазлымыз осылай құрастырылып шықты. Мен қазір оңай түрін көрсеттім. Сіз бұдан күрделілеу, яғни көп бөліктерге бөлсеңіз де болады. Тақырыбыңызды осылай онлайн пазл әдісімен ашсаңыз болады.